Сәлем достар, бүгін біз сіздермен денсаулыққа өте пайдалы таңқурайдың қысқа сақтау жолын көрсетемін. Егер де сіз осы жолмен қатыратын болсаңыз, таңқурайыңыз езілмейді, суы шықпайды, сол күйінде тұра береді. Ең бірінші таңқурайларымызды жуып, құрғақ салфетканың үстіне осылай қойып шығамыз. Сосын оның үстіне салфеткамен тағы да жауып, суын жақсылап сіңдіріп аламыз. 5 минуттай тұрады. 5 минуттан кейін суы сіңгеннен кейін тақтайдың үстіне кәдімгі пакет немесе осындай пищевой пленканы жаямыз да таңқурайларымызды осының үстіне тақтап шығамыз. Бір-біріне жақын тұрмау керек, қатқан кезде бір-біріне жабысып қалады. Сол үшін араларын кішкене алшақтау қылып, бәрін тізіп қойып шығамыз. Болғаннан кейін үстін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышта 2 сағат немесе 3 сағатқа қатырып аламыз. Мінекей таңқурайларымыз дайын болды. Осылай қатырып алдық. Енді осындай арнайы пакеттерге салып шығамыз. Немесе кез келген пакетке салып, аузын жақсылап байлап, сақтап қоя береміз. Достар, сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.